бір реттік акция емес, бұл жыл 12 ай жүргізілетін болады. Тазалық бағанағыдай барлық мемлекеттік мекеме, жеке меншік мекеме болсын, бәрін соған атсалысып. Ең үлкен мәселе бізде халықты жұмыс істеп үйрету да. Соған бізде ең керегі қазір тәртіпті, тазалықты ұстап отырсақ, сосын ары қарай сол инвесторлар тартып жаңа кәсіпорындар ашсақ, жастарды жұмысқа үйретіп бір кәсіпкер болса